шақырды әйтеуір. Кім шақырды? Қайда шақырды? Қош Сусар, сен түсінбейсің махаббаттың темасы. Құдайға шүкір, жасымыз кіші болса да махаббаттан хабарымыз бар. Ой, махаббат не теңің сенің? Барда сабағыңды оқы. Махаббат 8 әріп бір арман. Сол арманнан мына біздер жаралған. Қайда жаттап аласың бәрін? Кім айтсын сабақта махаббат туралы тақырып өтпейді деп. Ойбай. Жинап ал әңгімеңді, барда сабағыңды оқы, тез. Әке, жаңағы не болған айтпеш па? Нені айтам? Жаңағы ше? Жарайды. Болашақ жездең мені кездесуге шақырды. Не болды? Алда әйтеуір білесіздер. Ой, мына қыз тентек болған ба? Әлде менен құтыла жүрсің ба? Так, мынау сразу болмайды. Мынау мынаны киіп барсам, колхоз оқып деп тұрмын ғой, болмайды. Мынау ше. Міне мынау енді кішкене болатын сияқты. Ол да болмай қалатын сияқты. Іңкәр, сен бісің? Құдай, алтыным, қашан келіп үлгіргесін? Аға, сізге сыйлық жасаған тұрмыз ғой. Иә, айтпақшы айолым лагерді қатынатты, сондықтан сол жерде қалуды шешті. Саған сонда ұнамады ма? Ұнады. Енді бірақ онда отбасын сағынып кеттім да. Айолым, сағыну деген сезім дымытты десі. Біз сағынған шығарсыздар? Жоқ, қаяқтың қазір ағам сағынатын басқа біреу тауып алған. Түсінбедің? Ой, шіркін, ой, мән берме, жүндір шайхи. Айтсаңшы, іңкар біліп жүрсін. Ол айтыңыздар, енді адам қызықтырып жүрдіңіздер ғой. Ой, қоя берш, бұл бала не демейді? Тоқтаңыз. Әлгі жеңгем пайда болды ма? Ағам нарақат, жеңгем нарақат болды. Ай, болды. Бұған бір нәрсе бастап берсең бол, тоқтай алмай қалады. Оны несіне аушылыңыз? Қуанбайсыз ба айта? Сөйлей бермеңдер, қолдан жүңдір, дастарханға барамыз, жүңдір. Жалын кешкен, жаным дескен, күндер қайда қарағым, дер еткізген, шықпас естен, мөлдіреген жанарым. Мынандай өнерлерің бар екен, мен маған ақ айтпағасыңдар, жарайсыңдар, Аға просто көктем сағынып кеткен тұрмын ғой. Сүйікті мезгіліміздің бір ғой. Бізді мадияр көктем сағынша осы әнді айтады ғой. Бұл көктем мезгілі әнімін дегенше келіп те қалды ғой. Айтпақ шай қойып қойып жүрді, үйге. Аға сәл күте тұрмыш, таза ауада домбыра тартып ән шырқайық дегендей, шай қойып қойсаңыз осы жерге бізге ақындарға келіп шай беріңіз дегендей. Дұрыс айтасың, Мадияр. Аға, шабытымызды бұзбаңызшы. Шайға желаниям болмай тұр. Ойбай-ау, не болып қалды соншалық тыныштық па? Көктем келсе, алғашқы махаббатым есіме түсіп кетеді. Не болып кетті? Үйге кірсең махаббат, сыртқа шықсаң махаббат. Не деген бітпейтін махаббат ол? Сенде не махаббат ол тағы? Біздің Мадияр ше, Аягөз деген қызға ғашық болған ғой. Құрманбек, қуасың ба, оны не үшін айтасың? Онда тұрған не бар? Сен бұлай жаса, Мадияр. Сен басқа әнді қайтесің. Сен Аягөз деген ән шырқамайсың ба? Бәрекелді аға. Мадияр, ойнат. Жаным маған дарасың, тұрып сезім қаласың, теңемедім өзіңе көздерімнің қарасын. Болмас екем қадірлің сезіміме таласын, елдейтін сен деп жүрсем жүрегімнің жарасын, Аягөз қайда барасың? Хей, сағынғанда ақмаржан, таңғанда ақмаржан. Біздің махаббатымыз есімізге түсіп кетті да? Болды, көп сөз қойыңдар, ішке кірейік жаурамай, жүнді шайшеміз. Ой, сөйтейікші. Мағжан, өйсті отыра береміз ба енді? Қалай отыра береміз ба? Ой, бір сыртқа шығып самал, ой бөліп, дала көріп, бір жұрттарды көріп жүрейік те? Жұрт көрмегелі қай заманы? Не болды? Жердің астында өмір сүріп жатқан адамдай сөйлемеңдерші. Осы кітап бітіре салайын, болып шығамыз. Қазір кітап оқитын заман емес, ол былай қарап тұрсаң. Не оқитын заман? Әне, мұна оқу қазір кітап. Байқаймын, кітап оқып жүргеніңе біраз болды. Мен саған қазір ақындардың өлеңдерінің тақырыптарын айтсам, үзіндігі оқып бере аласың да? Кітапқа сүңгіп кеткен адам емеспін, бірақ қолдан келгенше көрейік. Ал, жарайды онда. Маған Мұхтар Шахановтың «Сен жыладың жігітім» деген өлеңін айтып берші ал.
Сен жыладың жігітім, көп көрдім деп тұрмыстың тапшылығын, қайтпады деп жұртқа екен жақсылығың. Короче, жігіттермен кетті ме? Қайға? Айға. Айға? Жігіттер, айға демекші, Дәнекер ағамыздың айдай сұлу қызы қайда? Нелерің бар, үлкендерің шаруасында? Мына Омар Хаям бәле болды. Бір досым бар, Омар Хаям бала кезден. Бір досым бар, сыртқа шығып дала кезген. Бұл жігіттер жүйінде кеттік. Болды кеттік. Қоймадыңдар ғой. Ай қайдам, осы газет пен телевизор көрсеңіз бәрі жақсы айта бер. Жезуха, газет деген дүние жүзінде бар ма не? Ой, уақытысында осы газеттен бүкіл жаңалықтарды оқушы едік қой. Бұл бейшараның қазір қадірі де қалмады ғой. Неге сіздер телефонға қызықпайсыздар, ақпараттарға қызықсаңыз барлығы мұнда бар ғой міне? Сол бәлені көп қарасам, көзім ауырады, жас ауырып кетеді. Мысалға, мұғалімдердің айлығы көбейіп кетті дейді. Сен қайдан білдің? Көрдіңіз бе? Телефоннан шыққан ақпараттар әлі газет бетіне түспеген. Енді газетке ол өзі жинақталып шығады өзі. Екі аптада бір рет, айына бір рет шығады өзі. Мысалға, үйдегі әпкеміздің жары табылғанда деп бүкіл сайт шулап жүр. Сенің де айтпайтының жағы. Бір рас айтам. Үйдегі ақсүйдікті айтып атсың ба? Ол тұрмысқа шығам деген жана тасбақаға жүн шығатын шығар. Ол сол тасбақаға жүн шығатын уақыт сияқты. Сен қайдан білдің? Үйдегі әпкемізді жігіт кездесуге шақырған сияқты. Қой жана төрт көз ба? Ақыры сыныпты ғой, Сіз ол жігіт танысыз ба не? Әрине, екеуінің танысуына өзім себепші болған жоқпын ба? Мәссаған, мен онда әпкемен неғып жалын жүрмін. Мен сізден ақ сұрай салмайын ба? Саған оны білудің не қажеті бар? Қалай не қажеті бар Жездуха? Әпкем үйленген, екеуін бізе қалай жүрген жоқпыз ба? Жоқ, дұрыс қой, бірақ енді сенен әпкеңнен құтыламай жүрсің ба? Жоқ, олай емес. Жасы болса біразға кеп қалды ғой. Кепіл болатын болды ғой. Қашан кететін уақыты болды ғой. Жол мұраты жету, қыз мұраты кету демей ме? Кіп кішкентай болды, мақал сөз тағы. Мақал білеу жасқа қарамайды, так что жаңағы жігіт кім? Айт. Жарайды, айтсам айтайын. Бірақ сен ана әпкеңе барып айтып жүрме, жарай ма? Нұрдәулет, мен жоқта үйдің шаруасын өз қолыңа алған шығарсың? Әрине, сенер қадірлен кеткендер түсіндік қой. Мен негізі Нұрдәулетті бұлай өзгереді деп ойламағам. Тіпті үш ұйықтасам түсіме де кірмеген. Ойнаған тек кітап. Бірақ мен бәстесеміз кітаптың азартына кірдік қой. Онда есіздік. Сыртқа шығып кетпейміз оларымыз. Сыртта не бар? Үйде болайықшы, үйде жүруді сағындым. Уайымдамаш, қайтып келетін шығармыз. Онысына ағамды үйде жалғыз қалдыру керек. Неге олай дедің? Ағамыз бізден ұялып, үйде әрі-бері теңселіп жүр. Егер біз кететін болсақ, қиялданып қалады. Онда шаруалар тез бітіріп шығып кетейік. Құрманбек, кетік бағана әндерді жалғастырмадық па? Давай. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам, келіңдер. Ағай, бізге плакат пен пламастер беріңізші. Так. Жігіттер, бұл тірлігіміз дұрыс болар ма екен? Керісінше әлі бізге рахмет айтады ғой, көресің ғой. Ағай, айтпақшы бізге пламастердің қатты жазылатын беріңізші. Әйтпесе жарты жолға келгенде жазбай қалмасын. Болды онда, күте тұрыңдар, Түрлі түсті қып жазайық, жігіттер. Жігіттер, сендерге бәрібір ғой. Ертең менің жаным шығарады ғой, үйде жүретін мен ғой. Мағжан, сен мынаны есіңе сақтап ал. Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін. Так, что не переживай. Саламатсыз ағай. Маған плакат пен фломастер бере салыңызшы. Қазір мен қойманы қарап келейші, тұра тұрыңдар. Мына қыз жайша ма? Мүмкін сұрақ көреріміз, Не қыласыңдар, өзіне керек болған соң алып жатыр да. Не болды? Осы біз бір нәрсе айтсақ, бірден қарсы келесіңдер? Осының бәрі сенің қаның үшін ғой. Қош айналайын, осыған келген кезде мені ойлап қалмаңдар. Так, міне, мынау сендерге, мынау саған, ұста.
нелеріңді алыңдар. Болды, бара беріңдер. Давай, жақсы. Давай, аха, давай. Жақсы болыңыз. Алдың ба барлығын? Яға. Дұрыс болды кән. Болды, жақсы. Нұрбол ағай. Сендер мұнда не істеп жүрсіңдер? Сіз мұнда не істеп жүрсіз? Нағыз сіздің қарындасыңыз ба? Иә. Сіздер екі ғашықтың демасымен жүрсіздер. Не деген сәйкестік десейші. Сендер қалай жалпы амансыңдар ма? Шүкір аға, жақсымыз. Аға, бұлар кімдер? Бұлар осы ауылдың тұрғындары. Сенің болашақ жездеңнің інілері ғой. Оппо, бәріміз танымас екенбіз ғой? Иә, жалпы жігіттер, сендерде қандай жоспар болып жатыр, не болып жатыр? Сендерде біздікіндей емес шығар енді. Әлде сендерде түрлі түсті фломастер қолданайын дедің келме. Өлі, енді фломастер түйе үшін амаған сәр? Біздікі де осы тема ғой. Мына қарындасыңыз зып-зып етіп тұр ғой. Көрдіңдер ма жігіттер? Біз бекерге әуре болып жатырмыз. Мына жақта істейтін адамдар бар екен ғой. Ештеңе етпейді. Бір амалын табамыз. Иә. Жалпы өзіңізден не істеп жатсыз? Әрине. Жалпы ертеңгі кездесуге дайын шығарсыз? Иә. Әрине, енді олсыз болмайды ғой. Жақсы, ертеңге дейін. Тоба. Адамдың кездесуге сіңілісін алып шығаны. Ол ертең ол менмен сөйлесе ма, жоқ әлде анау сіңілісімен арпалысып жүреді ма? Түсінбеймін ше адамдар. Аға, онда мен де сізбен бірге барайын? Қайда? Қойыңызшы, бәрін білеміз ғой біз. Анау жүгермектерді біледі ма? Дәл ертең баратыныңызды білмейді. Онда былай жасайық. Сен менімен бірге жүрсең жүр, бірақ сен өз жерде әңгіме тыңдап отпайсың. Сен ана сіңілісін алдап, алшақта алып ойнап жүресің, жарайды ма? Мен сен соған бола алып барам. Жарайды, оған да көндік. Сусар, қарашы, мен бүгін кездесуге баратын көйлектерді таңдадым. Қарашы, Сусар, мынау жақсы ма? Жоқ. Болмай ма? Жарайды. Онда мынау ше? Бұл да болмайды. Бұл да болмай ма? Мынау ше? Шамалы бірақ. Не бірақ? Сен де мен енді 18 жаста қыздай сәндендіресің ба? 18-де қыздай болып барымыз керек қай. Жарайды. Әпке. Ертеңше жігітіңізбен кездесуге барған соң бар ғой. Өзіңіз барынша ұстаңыз. Әрбір сұрақтарға абайлап жауап беріңіз. Пішті? Қараш, бұның керімін, а? Мен сенен не кием деп сұрадым, не айтамын деп емес. Давай, жинал. Тез-тез киінде өзің әдем-әдем киімдеріңді киді, шық кетеміз, жүр. Папалам, тарарара, пап. Так, мені жақсылап тыңдап алыңдар. Ертең біз түстен кейін жеңешеме жолуға барамыз. Сен не үшін барасың? Алдымен тыңдап алшы. Ертең біз барғанға дейін анау жазылған плакатта апарып қоясыңдар. Оның кафенің қай жеріне қоямыз? Ағамдар отыратын стол бар емес, біз соның үстіне қоясыңдар. Бұл ағамыз үшін тосын сый болам екен. Әйтеуір артық қыламыз деп тылтық қылып қоймайық. Короче, мен тыңдаңдаршы. Менде бір чёткий идея бар. Короче, сол жерде сахнаға бәріміз қолымызға бір плакат, әртүрлі нәрсе ұстауымызда өлең айтамыз. Қалай? Табылған ақыл. Бірақ сол жерде біздің жүргенімізді көріп ағам ұрыспай ма екен, а? Өлеңдерді чётко айтсақ тым емес. Онда сендер ертерек барып дайындала беріңдер, Тоқта, біз қалай ерте барамыз, ағамыздан қалай сұраймыз. Той, күнде үйде отыратын адам құсап айттың ғой. Сұранасыңдардан көшеге барып келеміз деп ба, бір нәрсе. Мағжан, Айнар, Шыңғыстар не істейді? Олар анау плакаттың тірлігін бітіріп береді, соның өзі көмек бізге. Онда ертең біз үшін маңызды күн болайын деп тұр. Әрине. Асылжан мысалы қандай ән айтамыз? Енді оны бөлек ақылдасу керек болып тұр ғой. Ертең не істейміз деп сасып қалмайықшы. Барлығын бүгін ойластырыңдаршы. Аға? Аға? Аға?
Мынауың қайда кеткен? Кеше ғана мен апарам деп жатыр еді ғой. Ой, енді не істеймін? Балдар, тұрыңдаршы. Нұрдәулет, Мағжан, Құрманбек, Матияр, тұрыңдаршы. Не болды адамның? Әлі ерте емес пе, Іңкәр? Қайда асығасың? Соны айтам, бәрін дайындап қойдық, уайымдамаш. 1 сағат уақыт берші, тұрамыз. Ай, ағам жоқ үйде. Қалай жоқ? Қуама, таң азанмен қақай кету мүмкін. Әлгі жеңгемізге кетпеген. Неғылады о жақта қораз құт-құт деп қояды ма? Не істейміз? Мен қай жерде кездесетінін де білмеймін ғой. Нұрбол аға! Қалайсыңдар? План қалай, жақсы ма бәрі? Қыз дайын болса, біз дайынбыз. Аға, жеңгеміздің дайындығы қалай? Ой, біздің үйдегі балдыз бар ғой. Азаннан бастап айнаның алдында отыр дейді Сусар. Қайтысынан да өмірінде жігітпен кездесіп көрмеген ғой. Мә, Даникер ағам сасқалақтап қалмаса болды. Сол уайымда отырып, ойдағыдай шықса дұрыс болар еді. Соны айтшы. Ана екеу үйленіп кетсе бар ғой ше. Мен мына телефон вообще ұстамаймын. Бәрекелді, уәде қоя. Жігіттік сөз. Сәтті шығам екен, сол уайымда отырып, жігіттер бүлдіріп алмайықшы, я? Сен сөйтіп уайымдасаң, конечно бүлдіреміз. Адамда сенім деген нәрсе болады. Егер сен өзіңе нық сенімді болсаң, сені еш нәрсе аламайды. Бұйыртса деп сөйле. Жарайды. Ау, Жездеке, қалайсыз? Жақсы, я. Қойыңызшы, ялпаңызшы мен етіп, бүгін барам кездесуге. О, біраздан бері мен шақырып жүрген, мен ыңғайсызданып жүрдім, ұялып баруға. Жоқ, бүгін Сусарды қасыма алып алам. Жалғыз барсам ыңғайсыз ғой. Ол да қарындасын алып келетін шығар қасына. Жездеке, қойыңызшы, болды, рахмет, сау болыңыз, аха. Жездем не деп жатыр? Ой, жаным, не десін? Сәттілік тілеп жатыр бізге. Жездем мінезі қалай деген деймін. Жездем мінезі жақсы, ақ көңіл. Сәл бұзықтау жігіт. Ертең онда кафеге барған соң бүкіл тәттігі заказ бермейін бе? Сусар, олай істеме болмайды. Олай жасама ұят болады. Немеге ұят? Алғаш кездесу ғой? Не айтсам да сөзім жерге тастамас. Ой, сен де бір моментті жіберіп алмай, е? Не болды? Настроениялар носкиге түсіп кетті ғой. Ой, мыналар ағаларын сағынып қапты ғой. Құдайға шүкір жүрміз ары бері. Так, жаңа Іңкәрдің апайы хабарласқан, әбеттен кейін екеуіңді келіңдер деп айтты. Соған дайындалып, со жаққа баратынымыз сендерге айтайын деп кеп тұрман. Жаңа ағаңды ертіп кел, жиналыс болады деген ғой. Солай ма? Болды, түсінікті. Жиналыстарың сәтті өтсін деп қойын. Бүгінгі жиналыс не туралы болады екен? Болды. Так, тыныш отырып, кітаптарыңды оқып, бір-бірің айтқан істеп отырыңдар. Жүр, Іңкәр. Іңкәр кішкене қобалжып отырмын. Қобалжымасаңыз аға, бәрі жақсы болады. Мен сізге сенем. Қазір былай жасайық. Ана екеу келеді ғой. Сен сіңілісін ал да, сәл алыстау жерге фүкіп жоқ болып кетінде жарайды ма? Тағы уайымдамасаңызшы. Айтпақшы, балдар білмейді ғой. Жұмған аузымды ашпадым ғой. Маладессің ғой сен. Аға, анжаққа қарасаңызшы. Алаға саспаңыз, әңмен жіберіңіз.
О, сәлеметсіз бе? Сәлеметпіз, өзіңіз сәлеметсіз бе? Өзіміз де сәлеметпіз. Келіңіз, отырыңыз. Сусар ана жеге отыр. Жайғасыңыздар? Рұқсат па? Әрине. Жалпы айнамен тарақ кездеседі. Я. Ручкамен парақ кездеседі. Я. Неге екеумізге кездеспеске деп ойладым. Әңгімені жібереді екенсіз. Енді бүгінгі ерекше кездесуіме қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Жаным, құдай-ай, сүйкімдісін-ай, мына қыздың. Іңкәр, алысқа ұзап кетпеңдер. Бұлар жалғыз өздері адасып кетпей ма? Ой, қоршылен, бір кафенің ішінде жүріп адасып кетпейтін жер. Оның үстіне бұл біздің таныстардың кафесі, уайымдамаңыз. Тапсырыс бермедік па? Мен қарным ашып тұр, давайте. Даяша! Чотам, дайынсыңдар ма? Әрине дайынбыз, бәрін дайындап қойдық. Қалыңыз жатыр екі сас. Чотам, әңгімелер жарасып отыр ма? Жай сөйлендерші, жай естіп қойды ғой біз. Романтичный отқан жәрі? Қашан бастаймыз қылық болып жатқанын-ай. Аршымызды абайлап істейік. Айтпақшы, жеңгеміздің сіңілісі Сусар, таныс болыңдар. Мәссаған. Көп екетсіздер ғой? Жоқ, барлығымыз бір үйдің баласы емеспіз. Туған, туысқан, көрші, жан-жақтан жиналғанбыз о. Топырлаған қошқарлар өзіміз жиналып қаппыз ғой, арамызда іңкәрдің болған қандай жақсы болды. Соны айтсай? Плакаттар дайын. Жыртып алмаңдаршы плакатты. Кеше өзім әрең жасадым. Еңбегім далаға кетпесін. Плакаттарды үстелдің үстіне қойып үлгермедік. Енді әндетіп, қолымызға ұстап шықпаймыз ғой, ә? Митингке шыққанда шығайықта бір. Махаббат майданына аттанамыз, дайын болыңдар. Өздері қазір келіп жайға сәл күте тұрайық. Ал, кәнеге тамақтан алып отырыңыз. Рахмат. Жалпы аппетитіңіз зверске екен, е? Ай, кешіріңізші, мен сіздің қасыңызда отырған есіме шығып кетті. Гүл сатамыз, гүл. Оппо, братан. Неге осындай әп-әдемі отырыста, әп-әдемі қызға, неге осындай әп-әдемі гүл бермеске аға? Жоқ, әнім бізге гүл керек емес. Бізге тамақ болса болды екен. Оның үстіне тамақтанып отқан кезде гүлдің не керегі бар деймін, да, дұрыс па? Жарайды, қыз екен, сау болыңыздар. Гүл сатамыз, гүл сатамыз. Алаңдамай, жей беріңіз. Даяша! Бұл поэзияны Данекер аға айтып жатыр деп елестетіңіздер. Махаббат па? Махаббат болған менде, жиі барға маққулар қонған көлге. Ал қазір тоңған жүрек солған кеуде. Ғашықтық па? Ғашықта бола білгем, бірақ жанға ғашықпын бала күннен. Жаным менен сүйемін, жанарыммен. Сүйгенім бе? Сүйгенім өмірде емес, ұйықтасам түнде түсім көңілделес. Өлгенше кетер емес, көңілден еш. Ғашықпын. Шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын, сол аман ба? О, тәңірім, неткен жан қайырылмайтын. Жүрегі еттен бе, әлде қол адам ба? Жан болсан, жүрекпен ұғатын. Тағдырдың тылсымын біле жүр. Өтпеген сәттерден тұратын. Тосын емес пе бұл өмір? Сан сәттер басса да, егер сен де жетсем деп жүресің бақытқа. Біз үшін берілген өлшеулі, тосын емес пе уақытта? Күштісін. Айтпаңыз. Маған айтпай, қай уақытта дайындалып үлгергесіңдер, ей? Сусар келе ғой. Сен де осы балалар бұрыннан танимысың? Жоқ, танымайым.
Енді? Бірақ жоспарымыз мен ойлағандай өтті. Күшті, тамаша. Балалар жарайсыңдар, көп рахмет. Тіпті үлкендердің өзі де сендер сияқты поэзия оқи алмайтын шығар. Тамаша, я? Ұнады маған. Мына тфай деп айтайын. Екі көздері кітапта ғой. Мен оқыңдар деп зарғақсайын. Міне, кітаптың да пайдасын тиген жері осы жер. Тамаша, телефон шұқыламағанның несі пайдасы о да? Молодцы, прямо! Браво! Молодцы, балалар! Бұл миссияда орындалды.